Баршаңызға сәлем достар, Түс шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шырушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде суда шомылып жатқанымды көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Егер әйел адам түсінде ағынға қарсы жүзіп жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің адамға көп қарсы шығатындығыңызды білдіреді. Сол үшін адамдарға көп қарсы шықпаңыз. Егер бойдақ қыз түсінде лай суда шомылып жүргенін көрсе, онда оның сөйлесіп жүрген жігітінің өтірікші екендігін және ол қызды алдап жүргендігін білдіреді. Ал егер шомылып жүрген суы таза болса, онда ол қыздың сол жігітке тұрмысқа шығып бақытты болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде құрбыңызбен шомылып жүрсеңіз, араларыңызда ұрыстың көп болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде теңізде шомылып жүргендігін көрсе, ер адамға, яғни күйеуіне тәуелді екендігін, күйеусіз еш нәрсе бітіре алмайтындығын білдіреді. Ал егер тұрмыстағы әйел өзенде шомылып жүргендігін көрсе, жақында жүкті болатындығын білдіреді. Жүкті әйел түсінде суда жақсы шомылып жүрсе, жеңіл босанатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде суда күшті жүзіп жүргендігін көрсе, күйеу екеуі арасындағы махаббаттың жақсы екендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және осы видеоның барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.